Сәлем достар, әмбебап асханаға қош келіпсіздер. Сіздермен бірге оңай, бюджетный, қолжетімді заттардан жасалатын өте дәмді, жұмсақ әрі оңай торттың рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыз. Қажетті заттарды описанияда қалдырып кететін боламын. Ал олай болса, 3 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып алып, 200 грамм құм шекерімізді салып, көпіргенше араластырамыз. Кішкене көпірген бастағанда үстіне 150 грамм сұйық майымызды немесе ерітілген маргаринімізді салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қажет болатын болса ванилин, болмайтын болса, егер ванилиніңіз болмайтын болса, салуға міндетті емес, негізі салмай-ақ қойсаңыз да болады. Енді осы қоспамыздың үстіне қалған құрғақ заттарымызды салатын боламыз. Үстіне разрыхитель және електен өткізген, міндетті түрде електен өткізіп алыңыз. Електен өткізген ұнымызды бөліп салып араламыз. Шамамен 500-600 граммдай ұнымыз қажет. Ұнды міндетті түрде бөліктерге бөліп салуымыз қажет. Егер бірден салатын болсаңыз, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Сол үшін 2-3 бөлікке, 3-4 бөлікке бөліп, жұмсақ етіп қамыр илеуіміз қажет. Енді қалған ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Видеодағыдай етіп, жұмсақ болу қажет қамырымыз. Енді осы қамырымызды 3 бөлікке бөліп, бөлінген қамырларымызды суала етіп жазып аламыз, жаюға оңай әрі әдемі болу үшін. Міне осылайша суалалап аламыз. Енді осы суаланған қамырымызды арнайы кондитерлік қағаздың үстіне қойып, жайып аламыз. Әрқайсысын жеке-жеке қағазға жайып алуымыз қажет. Осы уақытта пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Енді қызған пешімізге 10-15 минутқа қызарғанша, видеодағыдай етіп қызарғанша пісіріп аламыз. Енді дайын болған қорждарымызды үлкен тарелканың көлемімен немесе осындай крышкалардың, қақпақтардың көмегімен дөңгелек шеңбер, бірдей көлемде шеңбер етіп кесіп алуымыз қажет. Міне барлық қорждарды бірдей етіп кесіп аламыз. Шетінен қалған қорждарымызды, тортымызды сәндеуге қажет болады. Оны алып қоюымыз қажет. Шетінен қалған қорждар бетін сәндеу үшін қолданамыз. Енді қорждарымыз дайын, кремімізді жасайық. Бір қара жұмыртқаның үстінен 100 грамм құм шекерімізді салып араластырып аламыз. Егер сіз тәттіні ұнататын болсаңыз, 100 граммнан көбірек етіп қоссаңыз болады. Міне осылайша араластырып, 1 литр сүтімізді бөліктерге бөліп, құя отырып араластырамыз. 1 литр сүтімізді бірінші бөлігін құйған уақытта 5-6 ас қасық толтыра ұн салып, түйіршіктер қалмағанша араластырамыз. Түйіршіктері жазылып, сұйық масса болған уақытта қалған сүтімізді бөліп құя отырып араластырамыз. Үстінен қалған сүтті құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Орташа отта қозғай отырып араластырып аламыз. Орташа отқа енді кремімізді қойып, араластырып отыруымыз қажет. Міндетті түрде араластырып отыруымыз қажет. Олай болмаған жағдайда астық қоюланып, күйіп кетуі мүмкін. Міне осылай қоюлана бастағанда отымызды жай отқа қойып, тағы да 2-3 минут қоюланғанша араластыра отырып аламыз.
қоюлана бастағанда оттан алып суытып аламыз. Суыған креміміздің үстіне 150 грамм маргаринімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Миксердің көмегімен немесе қолдың венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Крем дайын, енді тортты жинауға кірісеміз. Жинайтын ыдысымыздың түбіне кішкене кремді жағып, корж жылжып кетпеу үшін корж, крем, киви, корж, крем, банан, корж, крем бетіне қалған коржды ұсақтап себеріңіз, қалауыңыз бойынша сәндейсіз. Осы айтқан рет бойынша жинап болғаннан кейін торттың бетін міндетті түрде жауып қоюыңызды ұмытпаңыз. Міне осылайша жинап аламыз. Жиналған тортымызды бір түнге қойсаңыз жұмсақ әрі нәзік торт болып шығады. Міне осылайша коржды, шетінен қалған корждарды крошки жасап бетіне сеуіп алдым. Бір түнге тұрды тортым. Кескенде де байқалып жатыр, жұмсақ екені.